Assalomu alaykum do'stlar, qalaysizlar? Sizlarмен birga Metallus YouTube arnasi. Алдындағы videoda mikroskema platlar жаратқан болатынбыз. Және де палладий деген темір жаратқанбыз. Сол палладий деген темірге бүгін толығырақ тоқталып, эксперимент жасайтын боламыз. Маған қарап отырсаңыздар, мына PP3 деген микросхема. Осының ішін қазір сындырып көрсететін боламыз. Қарап отырсаңыздар достар, ішінен мынандай бір заттар шығып жатыр. Қараңыздар достар. Dostlar, осындай қызықты видеоны өткізіп алмау үшін біздің арнамызға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Тіркелмеген оқырмандар болса, ұзақ бұзылып жатыр что-то. Достар, қараңыздар. Достар, қарасаңыздар, мынандай міне екі темір шықты, көрдіңіздер ме? Осының қазір қайсысы палладий емес екенін анықтайтын боламыз. Және де бұл палладий құрамында 20% палладий болады. Ол үшін бізге кәдімгі зажигалка керек болады. Көрдіңіздер ме достар? Түсін өзгертті. Және де қолды ұстасаңыздар, қолды күйдіреді. Яғни бұл палладий емес. Мынаны тексеріп көреміз достар. Палладийдің бір қызығы, қараңыздар, түсін өзгертпеді. Және де бүйтіп ұстаған кезде, достар, қараңыздар, қолды күйдірмейді. Бірден суып қалады, көрдіңіздер ме? Сондай бір өзінің бір керемет, сондай бір қасиеті бар темір. Қараңыздар. Тағы бір мәрте көрсетіп жіберейік. Көрдіңіздер ме? Қызды достар. Және де өзінің түсін өзгертпеді. Көрдіңіздер ме? Әлі жып-жылтыр болып тұр. Және де міне достар, қараңыздар. Қолды күйдірмейді. Бірден қып-қызыл болып тұрса да, бірден суып қалады. Сондай бір қасиеті бар темір. Мынаның енді құрамында 20% палладий темірі болады. Достар, көрдіңіздер ме? Осындай қызық видеоны өткізіп алмау үшін біздің Metallus YouTube арнамызға тіркеліп, және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.